Сәлем достар, бүгін қызылша және картофель пайдан салат жасап көрсететін боламын. Ерекше дәмді, ағзаға пайдалы, бастысы өте тез дайындалатын салат жасаймыз. Егер гемоглобиніңізді көтере алмай жүрген болсаңыз, қызылшадан салат жасап жеуге кеңес беремін. Дайын болсақ, бастаймыз достар. Ең алдымен бізге 300 грамм суға піскен қызылша қажет болады. Осы 300 граммнан бізде 2 үлкен тарелка салат шығатын болады. Піскен қызылшамызды жақсылап сыртын ашып тазалап аламыз. Дайындап алған қызылшамызды енді үккіштен өткізетін боламыз. Менде бұл жерде арнайы кәріс салатына арналған үккіш. Бұл үккіш ыдыс-аяқ сататын магазиндерде сатылады көбінесе. Тістері ірі болғандықтан біздің үккіштен шығарған қызылшамызда ірі болып, әдемі болып шығатын болады. Ары қарай бізге 2 тұздалған қияр қажет болады. Қиярды үккіштен өткізген кезде тек сыртқы бетін ғана өткіземіз. Іші жұмсақ жері бізге қажет емес. Енді бізге картофель пай керек болады. Мен картофель пайды алдын ала дайындап алдым. Егер сіздерге дайындалуы керек болса, осы жерге сілтеме қойып кететін боламын. Үккіштен өткізілген қызылша мен тұздалған қиярдың үстіне осы картофель пайымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бірнеше приправа саламыз. Алдымен ол бізде 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, шай қасықтың ұшында кориандр, 4-5 штук кристаллик, жарты шай қасық уксус. Ал енді 1 дана сарымсағымызды үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Достар, каналымызда шығатын оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін жазылып алуларыңызды сұраймыз. Қызылшадан жасалған салат бізде дайын болды. Өте жылдам жасалынатын, ағзаға пайдасы көп осы салатты жасап көріңіздер достар. Бүгінгі қызылшадан жасалған салатымыздың рецепті сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, подписка жасап кетеміз достар. Барлығымызға ас болсын.